Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin alayhi salatu wassalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Құрметті шәкірттер, Алла Тағала разы болсын, уақыт бөліп өздеріңізбен дидарласуға келісіп тыңдауға келгендеріңізге Алла разы болсын. Бұл мәжіліс, бұл дидарласу бір иншалла пайдалы деген үмітте боламын. Алла қаласа өздеріңізбен жүздесіп дидарласу, пікір алмасу жеке өз басыма өте жақсы, өте дұрыс қабылдаймын өзім. Себебі өздеріңіз сияқты шәкірттермен кездесіп сұрақтарға жауап беру, сіздерді көрген кезде, сіздердің көздеріңізді көрген кезде алдағы уақытта, келешекте біздің еліміздің діни ахуалының өте жақсы болатыны, руханияттың, имандылықтың бір көтерілетініне үмітіміз болып, сеніміміз мол болады. Сіздер өздеріңіздің дәрежелеріңізді ешқашан ұмытпаңыздар, құрметті шәкірттер. Сіздер үлкен аманатты арқаладыңыздар. Құран кәрімде Алла Тағала осы жолда жүрген кісілерді былай деп сипаттайды. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама. Садақаллаху разим. Расында да Алла Тағаладан қорқатындар ол білім иелері, ғалымдар деді. Яғни сіздерді айтып жатыр. Естеріңізде болса, өткен кездесуімізде ғалым болу үшін қандай адам болу керек, не істеу керек деген бір шәкірт сұрақ сұрады, естеріңізде болса. Міне, ғалым адамның дәрежесі. Бұл жерде, бұл аятта Алла Тағала ғалымнан, білім иесінен басқасының барлығы қорықпайды, тақуалыққа ие болмайды деген сөз емес. Тақуалықты түсінетін, діннің аманатын түсінетін, дінді жеткізе білетін, осы жолда қиыншылығымен тауқыметіне шыдай алатын, көтере алатын, сонымен қатар тақуалықтан айнымайтын, осыны білетін, осыны түсінетін ол ғалымдар, білім иелері дейді. Білім иелерінің алғашқы баспалдағын сіздер басып жатсыздар. Алғашқы қадамдарына басып жатсыздар, бастап жатсыздар. Бұл өте маңызды.